Ал балалар, келесі есеп. Ол бізде жаңағындай суммативкада шығарылған алдарында тұрған келесі есеп. Осыны түсіндіріп жіберейін. Ол да оңай есеп болған, бірақ кейбіреулерің не болса да енді кейбір ұпайларын жоғалтып жатсыңдар. G от x функциясы берілген, x көбейтілгеннің туындысын тап дейді. Одан кейін G от x кемейтіндей x-тің барлық мәндерін табыңдар. Енді мына жерден кейбіреулер мына кемейтіндей ұмытып қалған шығарсыңдар. Естерінде болса еске түсірейін, қандай да бір f функция берілетін болса, егер f' нөлден кіші болса, онда ол функция кемейді. Ал f' нөлден үлкен болса, f' от x үлкен болса, онда ол функция өспелі болады. Өспелі, кемімелі. Нөлден кіші болса кемейді. Бізге осыны қолдану керек. Енді f' как раз бізге g от x кемейді тап десе, онда g' бізге керек. Енді табайық. G' табу үшін бізде g-іміз x көбейтілген мынау, яғни u көбейтілген v-ның туындысы керек. Формуласы u'(v плюс v'(u). Яғни g' тең x көбейтілген e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесінің туындысы ол тең. Ол x-ның туындысы көбейтілген e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі плюс x тұра береді көбейтілген e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесінің туындысы. X-ның туындысы ол 1 қала береді, 1 көбейтілген мынау, яғни e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі. Плюс x-іміз тұра берсін. Енді мынау e-ның туындысы балар, ол e-ның туындысының өзі. Яғни көбейтем e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі. Бірақ бізде мынау минус 2-ден 1 деген коэффициент тұр. Мен айтқан мысалға коэффициент болатын болса, туындыда сол коэффициентке көбейтеміз. Яғни синус 2x-ның туындысы сол косинус 2x көбейтілген 2. Дәл сол сияқты e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі туындысы ол e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі көбейтілген минус 2-ден 1, яғни көбейтеміз минус 2-ден 1. Тең болады e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі минус 2-ден 1 x, e-ның минус 2-ден 1 x. Енді дұрыстап реттеп жатырмыз. Міне туындысын таптық балалар. Бірінші нәрсе орындалды. Енді кемейтін. Кему үшін жаңа айттық, туындысы ол нөлден кіші болу. Яғни мынау нөлден кіші болу. E-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі минус 2-ден 1 x-тің e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі осы нөлден кіші. Енді екеуінен e-ның дәрежесін шығарып жүрсек не болады? E-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі, мұн жақ мынаның орнында 1 қалды, мынаның орнында 2-ден 1 x қалды. Ол кіші нөлден деген теңсіздікті шешу керек. Ол көрсеткіштік функция мына e-ның немесе a-ның кез келген дәрежесі әрқашан нөлден үлкен. Яғни мынау әрқашан оң сан. Сонда мынаны ғана қарастырамыз, болды. 1 минус 2-ден 1 x кіші 0 болу керек. Енді ары қарай оңай. 2-ден 1 x үлкен 0-ден, 1-ден 2-ге көшірсек x үлкен 2. Яғни x 2-ден үлкен болған кезде балалар, мына функцияның g деген функцияның графигі ол кемімелі болады. Кемімелі. Басқа уақытта өспелі. Енді келесі осыны бұсын жалғастырып жүрген g деген тура мына жерде беріліп тұр. Бұл енді осыған ұқсас есеп, бірақ енді тең 0-ден 2-ге дейін x e-ның минус 2-ден 1 x dx. Бұны біз балалар интегралды бөліктеп интегралдау әдісімен есептейміз. Яғни біреуін u дейміз, біреуін dv дейміз. U деп мен алдында айтқам, сендерге туындысы алынатын, яғни біз қазір du табуымыз керек. D-ның азаятын және дәрежесі. Сондықтан u-ды x деп алсақ, du ол dx болады. Қалғаны dv ол e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі dx болса, онда v деген мынаның алғашқы функциясы. Енді e-ның туындысы да алғашқысы да өзі ғой, e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі. Интеграл тапқан кезде минус 2-ден 1-ге біз коэффициентке бөлеміз. Жаңағы алдыңғы есепте біз минус 2-ден 1-ге көбейткенбіз, амыда бөлеміз. Ол енді формула бойынша uv, яғни u көбейтілген v, яғни x көбейтілген, енді мына минус 2-ден 1-ді үстіге шығарсам, минус 2 e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесіне uv формула бойынша қалай? uv минус интеграл v du ғой. Сол бойынша қойып жатыр мына жерге. Мынауымыз uv минус интеграл v du. V дегеніміз әне минус 2, e-ның минус 2-ден 1 x дәрежесі. V, енді du дегеніміз не ол dx кетеді. Міне v du.
Былайша айтканда мына нөмірді мына жерге қойдым. Енді 2 минус мына жерде плюс беріп кетеді, тең. Енді мына реттеп жазайық. Минус 2x e-нің минус 2-ден 1 x дәрежесі. 2 минус плюс берді. E2-ні сыртқа шығарып 2 интеграл e-нің минус 2-ден 1 x dx дәрежесі. Әлі интегралды алып біткен жоқпын. Енді аяқтайын деп қалдым, бірақ әлі біткен жоқпын. Аларда отырайын пока. Так. Ол тең болады. Мына жаққа жазамын тең. Біріншісі дайын тұру минус 2x e-нің минус 2-ден 1 x дәрежесі плюс 2 тұра берсін. Енді мынаның интегралы e-нің қайтадан тағы да өзі e-нің минус 2-ден 1 x. Бірақ мына минус 2-ден 1-ге бөлемін. Минус 2-ден 1. Тең. Енді дұрыстап жазып алайық. Минус 2x e-нің минус 2-ден 1 x. Мына минус пен плюс минус береді. X-ге шығады 4 болады. E-нің минус 2-ден 1 x. Бірақ мына жерде балалар бізде интеграл анықталған, шектері бар. Біз баған бер сол шектерін қоймай жатырмыз. Мына жерде 0 мен 2, мына жерде 0 мен 2. Ең соңында мына интегралды тең алынғаннан жақша қаламыз да тік сызық шығып 0 мен 2 қоямыз. Бірінші 2-ні қоямыз енді. Үстіңгі жоғары шектерді қойып шығамыз. Түгелін x-ның орнында, одан бар 0-ді қоямыз. Бірінші 2-ні қойсақ, 2 минус 2 көбейту 2 4 минус 4 дұрыс қоя. Минус 4 e-нің 2 мен 2 қысқарып кетеді. Минус 1 дәрежесі. Минус. Енді 2-ні мұнда қоямын. Тағы да минус 4 e-нің минус 1 дәрежесі. Болдық. Минус деймін енді 0-ді қоямын. 0-ді қойсам мынау 0 болып кетеді. Мына жерге 0-ді қойсам e-нің 0 дәрежесі ол 1-ге тең минус 4. Жақшаны ашсақ, мына екеуі сонда минус 8 e-нің минус 1 дәрежесі, мына 2 минус плюс 1 4. Немесе 4 минус 8 бөлінген e деп те жазуға болады, немесе былай да қалдыра береді. Міне осымен болды. Бұны да үй жұмысын ретінде дұрыстап қайтадан өздерің түсініп алыңдар, қайтадан өздерің шығарып шығыңдар. Одан кейін осы видеодағы салыстырасыңдар. Мүмкін менде қате кетті, мүмкін сендерде қате кетеді. Соны түзеп үлгересіңдер.